Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Армардақта ғайын эфирде Мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Заң және тәртіп жоғарғы сот кеңесінің институционалдық нығаю жолдары. Мінбердің бүгінгі саны дәл осы тақырыпқа арналғалы отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесінің құқықтық қамтамасыз ету және персоналды басқару бөлімінің меңгерушісі Айдос Жолманов. Ендеше Айдос Сағатұлы, ғасырдан астам тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын нақты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-78-75, ал Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Айдос Сағатұлы, бірден осы тақырыптан бастасақ, жоғары сот кеңесінің институционалдық тұрғыдан нығайту бағытында қандай шаралар атқарылып жатыр, қандай нақты шаруалар атқарылды, осы уақытқа дейін әңгімені ұстамассақ. Сұрағыңызға рахмет. Ең біріншіден айта кету керек, жалпы жоғары сот кеңесі ол Қазақстан Республикасы президентінің соттарды қалыптастыру бойынша судьялардың тәуелсіздігін және оларға ешкім тиіспеудің кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін құрылған автономиялы мемлекеттік орган болып табылады. Және басты реформалардың мақсаты, айта кету керек, ол жалпы халықаралық шарттарға сәйкес судьялық қызметке заңсыз ықпалдан қорғау болып келеді. Осы себептен жоғары сот кеңесінің институционалды нығайту негізгі тетігі болып, ол заңнамалық бастамалар арқылы жүзеге асырылады. Осы. Ал енді осы мақсаттарға жету үшін нақты қандай заңнамалық немесе профилактикалық шаралар қабылданып жатыр қазіргі таңда? Немесе қабылданды? Осы уақытқа дейін бірқатар маңызды заңнамалық бастамалар арқылы түзетулер енгізілді. Оны біріншіден айтатын болсақ, кеңес құрамынан әділет министрі және мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның төрағасы құрамнан шығарылды. Бұның себебісі кеңес қызметінен атқарушы билік тарапынан ықпал ету мәселелерін азайту болып келді. Екіншіден, кеңес төрағасын тағайындау тәртібі өзгертілді. Ендігі жолы қазіргі уақыттан бастап төрағаны тағайындау тек қана парламент сенаты келісімімен жүзеге асырылады. Бұл жалпы айтқанда заң шығарушы билік тарапынан белгілі бір қадағалау және тағайындау рәсімінің ашықтығын қамтамасыз ететін норма болып келді. Одан кейін тағы бір маңызды өзгерістердің бірі, ол қазіргі уақытта судьяларға қатысты жедел іздестіру шараларын жүргізу үшін бас прокурордың санкциясы қажет. Бұл жалпы судьяларды заңсыз қудалаудан қорғайтын норма. Одан кейін өзгерістерге келетін болсақ, қазіргі уақытта облыстық сот алқаларында жаңағы аудандық сот төрағаларын тек қана баламалы негізде сайлау енгізілді. Сонымен қатар кеңестің құзыретіне жаңағы судьялардың зейнетақы жасын ұзарту, олардың өкілеттіктерін тоқтату және тоқтата тұру деген құзыреттер берілді. Сонымен қатар кеңестің құрамына осы алдыңғы жылы сот төрелігі академиясы берілді. Яғни айтқанда жоғары сот кеңесінің қызметіне жалпы судьяларды оқыту, конкурстық іріктеу,
және олардың мансаптық жоспарлау сұрақтары бір орталыққа шоғырландырылды. Және де кеңес қарамағында сот жюри қызметін жүзеге асырады, өзіңіз білесіз. Сол сот жюридің жаңа қызметіндегі жаңа тетігі, жаңа өзгерістер енгізілді. Оған тоқтайтын болсақ, қазіргі уақытта егерде жаңағы судьяның шешімінде өрескел бұзушылық анықталса, ол жаңағы алқалық отырыстың дауысына қарамастан материалдар тікелей сот жюриіне қаралуға жіберіледі. Енді бұл бастамаларының жаңағы енгізілген өзгерістерді нәтижелерінде барлық сот жүйесіндегі кадрлық сұрақтар жоғары сот кеңесіне берілді деп айтуға болады. Енді жаңа күші жойылған сот актісін тексерудің жаңа тетігі туралы айттыңыз, осыған бір тереңірек тоқталып өтіңізші. Әрине, бұл жаңа тетікке тоқтайтын болсақ, жалпы механизм сақталды, бірақ бұдан бұрын жаңағы судьяның актісінде өрескел бұзушылықты бізде жоғары сатыдағы сот анықтайды. Сол егерде расталса, материалдар жаңа кеңейтілген отырысқа жіберіледі. Ол жақта көпшілік дауыспен мысалға сот жюриіне жібермеу деп шешім қабылдаса, онда сот жюриіне материалдар жіберілмейтін. Ал қазіргі таңда дәл сол тетікпен жаңағы өрескел бұзушылық анықталады жоғары сот сатыдағы судьялармен. Бірақ жаңағы кеңейтілген отырыстағы дауыстарға қарамастан материал сот жюриіне тікелей міндетті түрде жіберіледі. Бұл жалпы енді алдында айтып кеткен өзгерістер енді көбінесе бізде судьялардың тәуелсіздігіне бағытталған деп айтатын болсақ, бұл норма оған қоса судьялардың жауапкершілігін де арттыратын норма болып табылады. Енді жаңа сот жюри деген мәселені жалпы соңғы кезде жиі естіп жүрміз да. Енді бұл сот жюриде тікелей осы жоғары сот кеңесіне қарасты болғаннан кейін сұрағымыз келіп отыр. Негізі нақты қандай мәселелермен айналысады, жаңа сіз айтып өткен мәселеден басқа тағы да? Сот жюри? Сот жюри. Оның мысалға жалпы мынау сот төрелігіндегі, мынау жалпы сот жүйесін оңтайландырудағы негізгі қызметі қандай, негізгі функционалдық? Негізі сот жюри негізгі міндеті болып, ол жаңа айтып кеткендей, судьялардың қызметінде, өз қызметінде жаңа сот төрелігін жүзеге асыру кезінде заңдылықты өрескел бұзу фактілерін анықтау және сот жюриінің отырысында оны қарау және белгілі бір шешім шығару. Сонымен қатар судьялардың этика тұрғыдағы бір бұзушылықтар болса, сол мәселелерді сот жюри қарайды қосымша. Ал енді сот жюри қабылданған мәселе, мысалға, одан да жоғарғы бір инстанцияларда болмаса жоғарғы сот кеңесінің төрағасының алдында бірінші қаралама, әлде сол күй шешім заңды күйінде, кәдімгі сол сот жюри қабылдағаннан кейін сол күйінде кете ме? Жоқ, сот жюридің шешімі жоғары сот кеңесінің отырысына шешіміне шығарылады. Айтатын болсақ, тәжірибеде бар. Сот жюридің келісіммен келіспеген судья жоғары сот кеңесіне ресми түрде өтінім түсіріп, және сол өтінімді жоғары сот кеңесі отырысында өтінім қаралып, сот жюридің шешімі күші жойылған сәттерде болды. Оның құрамында кімдер болады? Жоғары соттың кеңес құрамында? Жоқ, жаңа сот жюридің құрамында. Енді сот жюри құрамында судьялардың өзінен құрылады және заң қоғамдастығы өкілдерінен құрылады. Адвокаттар бар, заң ғылымдары бар, және де осы жалпы заң қоғамдастығына қатысты тұлғалар кіреді. Яғни осы заң саласындағы еңбегі бар, мамандар, эксперттер, мамандар. Енді жаңағы судьялардың тәуелсіздігіне байланысты мәселені айтып қалдыңыз ғой. Енді осы кеңес тарапынан судьялардың тәуелсіздігіне қатысты
жаңа бір заңнамалық нормалар бір қарастырылып жатыр ма? Енді қазір бәрі жетілдіріліп жатыр ғой, біз ана заң және тәртіп деп жатырмыз. Президенттің өзі де мына әділетті Қазақстан деген мәселені айтып жатыр. Енді осы әділетті Қазақстанды қамтамасыз етуде соттардың да жаңағы әділ шешімі оған тікелей әсер ететін мәселе ғой. Енді олардың тәуелсіздігі де басты мәселе деп ойлаймын. Енді бұл тарапынан қандай бір мәселелер қарастырылып жатыр? Әрине, жалпы жоғары сот кеңесімен бұл жұмыс әрдайым үнемі түрде атқарылуда. Осы жолы жоғары сот кеңесі төрағасы Дмитрий Малаховтың бастамасымен қазіргі таңда жаңа заңнамалық пакет әзірленді. Және де қазіргі уақытта ол парламент мәжілісінде қаралуда. Оған негізгі жаңағы бастамаларға тоқтайтын болсақ, біріншіден ол кеңес құрамының нақты санын бекіту өзгерістері. Бұның себебісі мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл жоспарына сәйкес, жалпы оны мамандарының пікірлеріне сәйкес осы ұсыным осы тұрғыдан туды. Сонымен қатар осы мамандардың, эксперттердің пікірі бойынша жалпы кеңес құрамының шексіз болуы, ол белгілі бір сыбайлас жемқорлық тәуекеліне әкеліп соғуы мүмкін. Осы тұрғыдан бірінші бастама бізде әзірленіп қазір парламент мәжілісінде қаралуда. Сонымен қатар қазіргі уақытта кеңес құрамынан бас прокурорды шығару бастамасы енгізілді. Не себепті? Ол себебісі жаңа айтып кеткендей, бас прокурор біздің мемлекет басшысының алдында судьяларды қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша ұсыным енгізу бойынша құзыреті бар. Сол себептен сәйкесінше мүдделер қақтығысын тудыратын мән-жайларды жалпы азайту бойынша, азайту үшін осы норма әзірленіп ұсынылды. Енді осы негізгі екі норма қазір қаралуда. Ал енді бұл жаңағы ұсыныс егер шынымен жаңағы жүзеге асатын болса, бұл қандай да бір өзгеріс бере ма? Енді мысалға кез келген бір өзгерісті бастамас бұрын алдын болжайды ғой. Мысалға бір шетелдік бір тәжірибе бар ма бұл жерде? Егер мысалы бас прокурордың жаңағы құзыреті алынып тасталатын болса, ол қаншалықты оң әсерін береді деген бір болжам бар. Әрине, бұл нормаларды әзірлеу барысында бірталай халықаралық тәжірибе зерттелді. Еуропалық елдердің, жалпы айтқанда осы орталық Азия елдерінің негізгі мақсаты ол кеңес құрамында заң қауымдастығының өкілдерін көбейту. Негізгі мақсаты осы. Бұл кеңестің теңгерімді құрамын құру мақсатында жасалып отқан жұмыс. Сол себептен осындай жаңағы бастамалар әзірленіп, сәйкесінше мүдделі мемлекеттік органдармен келісіліп, қазіргі уақытта сол жаңағы парламент мәжілісінде қаралуда. Яғни көбінде жаңағы кәсіби, практик мамандарға басымдық бересіздер ғой, өйткені сол жүйені түсінеді, сол сатылардан өткен, өздері судья болған деген сияқты. Солай ғой. Әрине. Ал енді біз білеміз, жақында мына сот төрелігі академиясы кеңес құрамына берілген. Енді бұлар енді тікелей осы судья лауазымын даярлайтын жаңағы ұстахана ғой, енді оқу орны. Енді осы сіздердің жаңағы құзырларыңызға берілгеннен кейін қандай бір оң өзгерістер орын алды? Әрине, енді шындыққа келгенде академияның қазіргі жай-күйі бұрынғы жай-күйімен салыстыруға келмейді. Алдыңғы жылғы екінші жарты жылында бізге академия жаңа кеңестің құрамына берілді. Сол уақыттан бастап кеңес төрағасының бастамасымен академияның 3 жылдық даму тұжырымдамасы бекітілді. Бұл тұжырымдаманы орындау барысында академия қызметіне ғылыми педагогикалық магистратура енгізілді, докторантура мәселесі енгізілді. Сонымен қатар академияның хабаршы журналы, осы біздің ғылым және білім саласындағы сапаны бақылау комитетінің тізіміне енгізілді.
және де жалпы айтқанда академияның халықаралық қатынастар мәселесіне жалпы оқу процесстеріне үлкен мән бөлініп жатыр, оңтайландырып жатыр. Енді жалпы қорытынды айтқанда академия бойынша академия бізге қазір жаңа мәртебеге ие болды. Және жаңа даму кезеңіне өтті. Айдос Сағатұлы, енді өзіңіз білесіз, елімізде оны президенттің өзі де бірнеше мәрте атап өтті. Жалпы елімізде кез келген сала болсын, кадр тапшылығы деген мәселе қазір енді өзекті проблемаға айналып отыр ғой. Енді бұл тікелей осы сот жүйесіндегі кадр мәселесіне өздеріңіздің кеңес жауап бергендіктен кейін сұрайықшы. Жалпы бұл салада қалай кадр мәселесі қалай шешіліп жатыр? Мысалға енді судьяларды іріктегенде енді академия бар сіздерде, оны қалай, мысалға мына өңірде мынанша судья жетіспейді, болмаса елімізде мына бағытта мынанша судья керек деген, мысалға енді бастап біз оқыта бермейміз ғой. Алдағы мысалға 1-2 жылда, болмаса алдағы 10 жылдықты жоспарлаймыз. Мысалға осы мамандық бітіретін болса, біз мынанша кадрмен қамтамасыз етіп үлгереміз. Мысалға бірден дайындап ертең оларға да жұмыс тауып беру деген мәселе бар, болмаса жаңағы жетпей қалу деген мәселе бар. Осы баланс қаншалықты сақталып отыр қазір? Әрине жаңағы жоғары сот кеңесінің институционалды нығайту жұмысымен қатар жаңа кадр мәселесі, кадрдың тапшылығы мәселесіне өте үлкен көңіл бөлініп келе жатыр. Және де осыған қатысты біраз жұмыстар да атқарылып жатыр. Айта кететін болсақ, қазіргі уақытта мысалға біліктілік емтиханына келетін болсақ, кезінде бұл 4 рет қана өткізілетін жылына. Қазіргі уақытта 12 ретке дейін ұлғайтылды. Сонымен қатар психологиялық тестілеу кезеңі 3 реттен 10 ретке дейін ұлғайтылды. Біліктілік комиссияның әңгімелесу рәсімі жиілігі 2 айда 1 рет өтетін, қазіргі уақытта айына 4 рет өтеді. Бұл жалпы нәтижесіне келетін болсақ, бүгінгі таңда мынау біліктілік емтиханын тапсыру мерзімі 1,5 жылдан 3 айға дейін қысқартылды. Бұл енді жаңағы оңтайландыру процестеріне келетін болсақ. Және сонымен қатар мынау судьялық маманға жаңадан ұсынылып отқан кандидаттарға жалпы талаптардың өзі де қатаңдатылды. Мысалға келетін болсақ, қазіргі кандидаттарға тексеру рәсімі өткізіледі құқық қорғау органдарымен, сонымен қатар арнайы органдармен. Тоқтайтын болсақ, ол мынау жаңағы заңсыз құмар ойындарға қатысу, сонымен қатар мынау қылмыстық кірістерді заңдастыруға қатысы, есірткі шарттарына қатысы, цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатыстығын тексеру жүргізіледі. Соның қорытындысы бойынша сәйкесінше жаңағы кандидаттар ары қарай келесі сатыға жіберіледі. Оған қоса, 2025 жылдың алғашқы 10 айына келетін болсақ, кандидаттармен әңгімелесу және біліктілік емтихан қорытындысын шығару үшін біліктілік комиссияның 35 отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша 217 кандидат жаңағы барлық кезеңнен өтіп, барлық кезеңнен сәтті өтті. 2024 жылмен салыстыратын болсақ, мысалға ол жақта тек қана 73 кандидат өткен болатын. Сонымен қатар соңғы 5 жылда енді бұл барлық желілерден айтып келе жатыр. Тұрақты түрде сот жүйесінде 350-ға жуық судьялардың бос лауазымы қалыптастыруда. Тұрақты түрде келе жатыр. Сол себептен жаңағы кеңес төрағасының бастамасымен жаңағы алдында әр конкурстық іріктеу рәсімі 1 жылда 2 рет қана өтеді. Қазір 1 жылда 6 рет өтеді. Сонымен қатар бір конкурстық рәсімі
Бізде баяғыда 6 ай жаңағы жалғасатын болса, қазіргі уақытта 2 айдың аспайтын мерзімдерді алады. Рахмет Айдос Сағатұлы, тұшымды сұхбатыңызға, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.